Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыз ғылым мен өнердің тоғысқан тұсы. Біз физика мен музыканың өзара байланысын қарастырамыз. Музыка бұл тек әуен ырғақ қана емес, ол дыбыс толқындары, тербеліс жиілігі, амплитуда, энергия, қуат сияқты нақты физикалық шамаларға негізделген құбылыс. Бұл сабақта біз музыкалық шығармашылықты ғылыми тұрғыдан зерттей отырып, ұлы композитор Моцарттың мысалында дыбыс физикасын түсінеміз. Сонымен қатар осы тақырыпты жасанды интеллектке негізделген есептер арқылы талдаймыз. Ендеше сабаққа кірісейік. Бірінші есептен бастайық. Бірінші есеп бізде Моцарт және до нотасының жиілігі. Есептің шартына мән берейік. Есептің шарты: Моцарт 261,6 Гц жиілігі бар до нотасын таңдап тұр. Ол дыбыстың тербелісін 0,1038 секунд сайын қайталанатынын байқады. Енді сұрақ: Моцарт анықтаған тербеліс периоды бойынша нотаның жиілігін есепте, және бұл мән оның камертындағы 261,6 Гц-ін қаншалықты ауытқиды, соны есептеуіміз керек. Яғни біз бірінші жиілікті анықтаймыз берілген уақыт бойынша. Екіншісі камертаның жиілігімен салыстырамыз, қаншалықты ауытқыған. Ал ендеше ең бірінші бізге тербеліс жиілігінің формуласы, яғни нью тең 1/Т. Т дегеніміз бұл жерде период. Ал екінші өрнегіміз бізде екі жиілік арасындағы ауытқуды анықтайды. Яғни бізде тапқан жиілігіміз бен камертаның жиілігін бір-бірін азайтсақ, бізде ауытқуы шығады. Ал ендеше экранда көрсетілген нормаға сәйкес берілген ХБЖ формула шешу табу керек мәндерді жаза отырып берілгенге байланысты есептегенді. Ал ендеше оқушылар есептеп болдыңыздар деп үміттемін. Енді жауапты тексерейік. Бірінші, Моцарт анықтаған тербеліс период бойынша нотаның жиілігін. Нотаның жиілігі бізде 263,16 Гц. Ал енді екінші анықтау керек шамамыз, ол бізде ауытқуы, яғни екі жиіліктің айырымы. Екі жиіліктің айырымы бізде 1,56 Гц шығыпты. Дұрыс шықты деген сенімдемін мен. Ал ендеше осы есебіміз соңына жетті. Қорытындылай кетейік. Бұл есеп музыкалық дыбыстардың өте дәл тербеліс арқылы туындайтын көрсетті. Моцарт сияқты композиторлар әр дыбыстың микросекундтық айырмашылығын сезіне алған. Физика бұл сезімталдықты нақты сандармен сипаттайды. Ендеше бірінші есеп өз мәресіне жетті. Енді екінші есепті бастайық. Екінші есеп бізде скрипка және толқын ұзындығы, ля нотасының толқын ұзындығы. Есептің шартына мән берейік. Скрипка 440 Гц жиіліктегі дыбыс шығарады. Ауада дыбыс жылдамдығы 340 метр секунд. Енді сұрақ: осы дыбыс толқын ұзындығы қандай? Ал ендеше толқын ұзындығының өрнегі бізде үшінші өрнекпен, яғни жылдамдықтың жиілікке қатынасымен анықталады. Немесе жылдамдықпен периодтың көбейтіндісінде алсақ болады. Бірақ бізде есептің шартында жиілік пен жылдамдық берілгеннен кейін осы екеуінің арасында толқын ұзындығын анықтаймыз. Ендеше экранда көрсетілген берілген ХБЖ формула шешуі табу керек мәндерін өздеріңіздің жұмыс дәптерлеріңізге жаза отырып толқын ұзындығын анықтаймыз. Ендеше бастаңыздар. Сіздер есептеп болдыңыздар деп үміттемін. Ендеше жауабын бірге көрейік. Бізде толқын ұзындығы 0,7 метр, яғни 0,177 метр жуықтап алғанда. Бұл дегеніміз музыкалық аспаптарда дыбыс толқын
ұзындығы аспаптың өлшемінен тығыз байланысты. Скрипканың ішегі белгілі бір жиілікте тербеліп, ауада нақты ұзындықта толқын тудырады. Музыка мен физика мұнда егіз. Яғни біз ішекті тарту арқылы белгілі бір толқын ұзындығын анықтай аламыз. Ендеше ля нотасының толқын ұзындығы бізде 0,177 метр. Ендеше келесі есепке өтейік. Келесі есеп бізде үшінші есеп тербеліс амплитудасы мен үдеуі. Бұл жерде жасанды интеллекттің көмегімен жасалған суретімізде Моцарт бейнеленген, және Моцарт скрипканы тарту арқылы тербеліс амплитудасы мен үдеуін анықтамақшы. Моцарттың ойы әр ішектің тербелісі жаңа дыбыстың тууы. Ал ендеше біз есептің шартына мән берейік. Есептің шарты: Моцарт скрипка ішегінде тербеліп 2 метр секунд квадрат үдеумен дыбыс бөлшектерін қозғады. Егер тербеліс амплитудасы 0,1 метр болса, бөлшектің максимал жылдамдығы қандай? Ендеше бізге максимал жылдамдықты анықтау керек. Ол үшін біз бірінші төртінші өрнектің көмегімен максимал үдеуді қолданамыз. Осы жерден омега, яғни циклдық жиілікті өрнек деп аламыз 5-ші өрнекке. Және де біз білеміз, циклдық жиілік пен максимал жылдамдықтың арасындағы байланыс бізде 6-ші өрнекпен сипатталады. Енді осы мәндерді берілгені ХБЖ формула шешуі табу керек мәндеріне есептің шартында берілген сан мәндерін пайдалана отырып максимал жылдамдықты есептейміз. Ал ендеше сәттілік, бастаңыздар. Сіздер есептеп болды деп үміттемін. Ендеше есептің жауабын бірге талқылайық. Есептің жауабы ең бірінші бізде омеганы таптық, яғни циклдық жиілік. Ол бізде 14,14 радиан бөлінген секунд. Ал енді максимал жылдамдығымыз бізде 0,114 метр секунд. Ендеше есептің шартында сұраған ізделінді мәндерді анықтадық. Енді есепке қорытындылай кетейік есепті. Музыкада дыбыс бөлшектерінің қозғалысы микродеңгейде болса да, оның нақты жылдамдығы мен үдеуі бар. Тербеліс амплитудасы мен жиілігі дыбыстың естілу сипаттарын анықтайды. Ендеше біз осылай үшінші есепті де аяқтадық. Енді келесі төртінші есепке өтейік. Төртінші есеп бізде дыбыстың қуаты. Бірде Моцарт үлкен концертный залға симфония жазып отырып, дыбыстың қуатын есептемекші болады. Енді соны біз де есептеп көрейік. Ендеше есептің шартына мән берейік. Дыбыс жүйесі 2 джоуль энергияны 0,1 секунд ішінде береді. Сұрақ: дыбыстың қуаты қандай? Ендеше бұл есепті шығару үшін бізге қуаттың өрнегі керек, яғни 7-ші өрнек. 7-ші өрнекті біз берілгені ХБЖ формула шешуі және табу керек мәндерді есептің берілген шартына сәйкес шамаларды ала отырып, 7-ші өрнекке сан мәндерін қойып есептейміз. Ендеше бастаңыздар. Есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Ендеше есептің жауабын бірге көрейік. Есептің жауабы, яғни дыбыстың қуаты бізде 200 ватт. Яғни бұл дегеніміз үлкен концертный залдағы симфонияның, яғни оркестрдің жалпы дыбыстың қуаты бізде 200 ваттқа тең.
Ал ендеше осы есепке қорытындылай кетейік. Дыбыстың қуаты оның әсер етуші күшін білдіреді. Бұл есеп дыбыс шығаратын құрылғылардың шынайы қуаттылығын сипаттайды. Мысалы, сахналық колонкалардың қуаты 100 ваттқа дейін жетеді. Бұл көрерменге жететін дыбыстың әсерін көрсетеді. Ендеше төртінші есеп те осымен өз мәресіне жетті. Енді біз физика мен музыканың интеграциясының арасындағы ең соңғы 5-ші шешуші есебімізге өтейік. 5-ші есеп бізде Моцарттың 2 пернелі басқанда жиілік пен тоқын ұзындығын анықтау. Яғни Моцарт 2 пернені бірдей уақытта басады. Бірінші перненің жиілігі 880 Гц, екінші перненің жиілігі 220 Гц. Ауадағы дыбыс жылдамдығы 340 метр секунд болса, екі дыбыстың тоқын ұзындығын салыстырамыз. Ендеше бізге тоқын ұзындығының өрнегі керек. Ол бізде 8-ші өрнек. 8-ші өрнек. Енді біз осы 8-ші өрнекті берілген нормаға сәйкес дәптерлеріңізге берілгені ХБЖ формула шешуі табу керек. Мәндерді, есептің шартындағы мәндерді жаза отырып, 8-ші өрнекке сан мәндерін қойып, екі дыбыстың тоқын ұзындығын есептеп, бір-бірімен салыстырамыз. Ал ендеше бастаңыздар. Сіздер есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Ендеше бәріміз жауабын бірге тексерейік. Бірінші тоқын ұзындығы бізде 0,386 метр. Екінші дыбыстың тоқын ұзындығы бізде 1,545 метр. Яғни бұл дегеніміз тікелей тербеліс жиілігіне тәуелді. Егер тербеліс жиілігі жоғары болса, тоқын ұзындығы төмен болады. Себебі екі шама бір-біріне кері пропорционал. Ал егерде керісінше тербеліс жиілігі аз болса, онда тоқын ұзындығы жоғары мәнге болады. Ал енді бір-біріне салыстыратын болса, бірінші тоқын ұзындығы екінші тоқын ұзындығының 4/1-іне тең, немесе екінші тоқын ұзындығы бірінші тоқын ұзындығының 4 есе жоғары деген шаманы береді. Ендеше осы есепті де қорытындылай кетейік. Жоғары жиіліктегі дыбыстың тоқын ұзындығы қысқарады. Бұл скрипкадағы жоғары ноталардың жіңішке болып естілуіне себеп, ал төменгі жиілік кеңірек, қалыңырақ дыбыс береді. Бұл да физика заңдылықтары. Ендеше бүгін біздің физика мен музыка атты сабағымыз аяқталып қалды. Енді жалпы осы шығарған есептерімізге қорытындылай кетейік. Біз бүгін музыканың тек өнер ғана емес, ғылым екенін көрдік. Моцарттың сезімімен жасаған әуенін біз формуламен сипаттадық. Музыкалық дыбыстың жиілігі, амплитудасы, тоқын ұзындығы мен қуаты бәрі де физикалық шамалар. Физика мен музыка сезім мен есептің, эмоция мен формуланың үндестігі. Жасанды интеллекттің көмегімен біз бұл сабақтарда одан әрі қызықты етіп ұсынуға мүмкіндігіміз бар. Ал ендеше сіздерге ой қозғау сұрақ қоя кетейін. Қай музыкалық аспапта физика заңдары ерекше байқалады деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Ендеше назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.